Байланысты Абзал Мақсотов, бүгін біз элементтерді қарастыратын боламыз. Элементтер деген кезде, скорее всего, сенің басыңа осы Менделеев кестесі келеді. И вот, осы жердегі кестедегі көптеген элементтерді біз қолданып, денемізде материалдар жасаймыз, денемізді өсіреміз, көбейеміз, және де энергия жасаймыз. И вот, элементтерді біз қалай аламыз? Оны сен грубо айтқанда, кәдімгідей тікелей жеу арқылы немесе ішу арқылы аламыз деп айтсақ болады. Және де оларды біз қоректік заттар деп айта аламыз. Нан қоректік зат, немесе жейтін етін қоректік зат, ішетін суын қоректік зат деп айтуға болады. Так, и оны біз басқаша нутриенттер деп айта аламыз, рас ма? И осылардың кейбіреулері бізге көп мөлшерде керек, кейбіреулері бізге аз мөлшерде керек. Көп мөлшердегі керегін біз макронутриенттер дейміз, ал аз мөлшердегі керектерін біз микронутриенттер дейміз. Вау, да? И вот, макронутриенттерді қазір сен напрямую холодильнигіне барып, любой бір тамақты ал, мысалға мынау бізде фета сыр, и артын оқитын болсаң, кез келген тамақтың артында обязательно нәруыздың қаншалықты екені, майдың, көмірсудың қаншалықты екені жазылады. Мысалға мына жерде нәруыздар бізде 12 грамм, майлары 17,5 грамм, көмірсулар 2,3 грамм. Вот міне, мына үшеуі бізде макронутриент болып саналынады. И бұл көп мөлшерде ағзаларда болатын болғандықтан, көп мөлшерде ағзаларға керек болатын болғандықтан, именно тамақтардың сырттарында жазылады. Хорошо? Ал микронутриенттер болса, бұл бізде минералдар, витаминдер және де органикалық қышқылдар. Минералдар дегеніміз не? Минерал дегеніміз ол кәдімгі элементтер, соның басқаша атауы. Немесе еще оны біз басқаша тұздар деп те атай береміз. И вот осы минералдарды екіге бөле аламыз тоже. Керек мөлшеріне байланысты, егер ол көп керек болса, біз оларды макро минералдар немесе макро элементтер деп атаймыз, ал аз керек болатын болса, онда біз оларды микро элементтер деп атаймыз. Қара, мына жерде бізде 7 макро элемент белгіленген: хлор, кальций, фосфор, магний, натрий, калий, күкірт. И бұның үстіне еще ұбт-да ертең көп жерде келеді осы сұрақтар. Именно мына нәруыз, май, көмірсуларды жасайтын 4 элемент бар ғой бізде: көміртек, сутек, оттек, азот. Вот осыларды біз тоже макро элементтердің ішіне тығып жібереміз, жақсы ма? Мыналардың іштеріне тығып жібереміз. Алайда химия тұрғыдан қарайтын болсаң, бұлар негізі элемент болып немесе минерал болып саналынбайды, потому что минерал болу үшін олар отдельно. Мысалы хлор болса, хлор отдельно жүреді. Допустим, мына жерде магний болса, магний отдельно жүреді да, там ағзаның ішінде. Ал мына жердегі төртеуі ол мысалға көміртек болып жүрмейді ағзада. Көміртек міндетті түрде либо көмірсудың, майдың, нәруыздың немесе нуклеин қышқылдарының ішінде болады. И сутек то же самое. Окей, мысалы қазір көмірсудың формуласын жазайықшы, қалай? С6H12O6 ғой. Вот көріп тұрғандай, мына ішіндегі көміртек те, сутек те, оттек те, вот көбінесе осындай үлкен молекулалардың составында болады. И азот то же самое, ол бізде нәруыздардың ішінде болады. Дұрыс па? Вот сондықтан оларды біз минерал немесе тұз деп айта алмаймыз көбінесе. Бірақ олар бізге көп деңгейде керек болғандықтан, оны біз макроэлементтер деп айта берсек болады. Егер де ұбт-да шатастырып болса келеді сұрақтар, сол кезде мыналарды смело, мына төртеуін смело макроэлементтер деп айта бер. Микроэлементтер темірден басталып, ары қарай мына жердегілердің барлығы. И темір бізде тоже шатастырады осы жерде, да? Темірді көбі айтады ғой, типа біздің қанымызға темір керек, темір жетіспейді деген сияқты, сол үшін ойлап қалады көбі макроэлемент деп. Бірақ олай емес, ол микроэлемент бізде. Потом микронутриенттерге бізде витаминдер жатады, А, Д, Е, К, С, Б-ның топтары. Потом органикалық қышқылдар, мысалға сүт қышқылы. Мына жерде екі момент бар. Мына микронутриент пен макронутриент деген бар. Еще бізде микроэлемент пен макроэлемент деген бар. Вот осы жерде екеуін шатастырып алма. Микронутриент деген бізде аз дәрежеде керек қоректік заттар в целом. Макронутриенттер деген көп дәрежеде керек қоректік заттар, ал макроэлемент пен микроэлементте бұл көп дәрежеде немесе аз дәрежеде керек минералдар, жақсы ма, немесе тұздар, немесе элементтер. Окей? Так, қазір әрқайсына тоқтап өтетін боламыз. Біз айтқан болатынбыз, ең бастылары бізде мына төртеуі, және де олар біздің денеміздің 98%-ын құрайды. И мына үшеуі, көміртек, сутек, оттек, олар бізде негізгі қаңқаны жасайды. Окей? Негізгі қаңқа, яғни майдың, көмірсудың, нәруыздың үшеуінің ішінде бізде осы 3 элемент бар. Потом бүйтіп қойайықшы, міне CHO бізде олар көмірсулар мен майлардың ішінде бар, жақсы ма? Майларда. Потом еще оған плюс азотты қосатын болсаң ана үшеуіне, онда бізде уже мына жерде нәруыздар пайда болады. Нәруыздар. И одан кейін оған үстінен еще тағы да П немесе фосфорды қосатын болсаң, онда бізде ДНК, РНК-лар шығады, яғни нуклеин қышқылдары жасалынады. Еще АТФ жасалынады бізде міне ЧОНП-ға. Окей? И міне 98% осы чон, и қалған 2% жаңағы макроэлементтер мен микроэлементтерге жатады. И вот соларды қазір қарастырып кетейік. Макроэлементтер, міне мына жердегі жетеуі берілген. Кальцийдан бастайтын болсақ,
кальций мен фосфорды бірге всегда алып жүр, потому что бұл екеуі көбінесе бірге жүреді. И екеуін байқап отырсам, міне сүйек ұлпаларына және де сүйек тіс деп жазылып тұр. Вот соны қатайтуға көмектеседі бұл екі элемент. Ананың сүтін ішкен кезде нәруыздардан басқа бізге именно осы екі элемент ішімізге түседі. Кішкентай бала болған кезде, конечно. И солайша баланың сүйегінің өсуіне, оның қатаюына көмектеседі. Потом көптеген қатты заттар, біздің сүйек, тіс, немесе ұлудың, допустим, немесе ракушканың сыртындағы қатпаршақтары, вот олардың барлығы бізде именно осы кальций мен фосфор ішінде көп оларда. Хорошо? И еще кальций бізде, сен білмеуің мүмкін, қанның ұюына көмектеседі. Яғни, мысалы, жара шығады ғой, жара тоже қатты ғой, правильно? Вот сол как раз таки кальцийдің арқасында деп те айтсақ болады. И еще мына жерде ОБТ-да нұсқа талдаулардан келген сұрақтардың бірі, именно бұлшықеттің жиырылуына бізге кальций напрямую қатысады. Жақсы ма? Мынандай сұрақ болды. Жүректің жұмыс жасауын күшейтетін элемент деген болды. Жүрек бізде ол тоже бұлшықет қой. Вот соның жиырылуына бізге кальций үлкен рөл ойнайды. Фосфорды жаңа осыған дейін айтқан болатынбыз, нуклеин қышқылдары, яғни ДНК мен РНК және де АТФ-тің аденозин трифосфат, фосфат деп тұр. Вот соның ішінде бізде фосфор бар, яғни энергия алмасуына қатысады. Вот осылай тоқтатсақ болады екеуін. Потом кальций мен натрийді тоже екеуін бірге ұстап жүр көбінесе, себебі бұл біздің миымыздағы импульстардың өтуін басқаратын ең басты екі элемент. Міне, мынау біздің нейрондың мембранасы деп елестет мынаны. Потом мынау нейронның ішкі жағы, нейрон деген біздің миымыздағы жасушалар. Ал мынау нейронның сыртқы жағы. Ішкі жағында байқап тұрсаң, калий өте көп, фиолетовый түстегі, сыртқы жағында бізде натрий өте көп. Жақсы ма? Вот осы екеуінің алмасуынан бізде жаңағы импульстар орын алады. Хорошо? И одан басқа еще калий мен натрий бізде су-тұз балансын және де осмостық қысымды реттейді. Су-тұз балансы дегенді қалай түсінеміз? Тұз деп жаңа біз айтқан болатынбыз, жалпы минералдарды немесе элементтерді, мына жердегілердің барлығын біз тұз деп айтсақ болады. Вот осы тұздардың және де сулардың арасында бізде идеальный баланс болу керек. Жақсы ма? Вот сол баланс бұзылып кеткен кезде біз калийді көбейтеміз немесе түсіреміз, натрийді тоже самый көбейтеміз немесе түсіреміз. Осылайша біз су-тұз балансын және де осмостық қысымды реттейміз. Мысалға, осмостық қысым көтеріліп кетті деп айтайық. Осмостық қысым көтеріліп кетеді, когда біз суды ішпейміз, и біздің ішімізде су керісінше түсіп кетті, ал тұздар болса деңгейі көтеріліп кетті. Мысалы, натрий, калийлердің деңгейлері көтеріліп кетті. Осы кезде біздің почкамыздан, допустим, су кері көп алынады, немесе натрий кері сыртқа көп шығарылып кетеді. Жақсы ма? Көрдің бе? Натрийді шығарып немесе оны іште алып қалу арқылы біз ішіміздегі осмостық қысымды реттеп жатырмыз. Потом магний бұл бізде расслабительный деп те айтсақ болады. Бұлшықеттерді кішкене бәсеңдетеді олардың жиырылуын. Мысалға, давлениесі көп таныстарым болса, олар давлениелері өсіп кеткен кезде оларға магний назначать етеді көбінесе дәрі етіп, немесе давлениесі қатты өсіп кетіп жатса, оларды сразу сол жерде система немесе укол береді. Магнезий деген естіген шығарсың. Қазір интернетқа жазсаңыз сразу шығарып береді магнезий давление деп. И вот бұл жүректің соғуын бәсеңдетеді кішкене, сондықтан давлениені түсіреді. И еще судороги болады ғой адамдарда, мысалы сенде судороги болса, ол айту мүмкін да, тоже денең саған. Менде магний жетіспей жатыр, сондықтан менде судороги болып жатыр деген сияқты. Жақсы ма? Потому что сенің бұлшықеттерің тез жиырылып жатыр. Окей? Вот сондай кезде де бізде магний ішкізеді. Дальше күкірт бізде жаңағы осыған дейінгі айтылған көміртек, сутек, оттек, азот деп айттық қой. Олар бізде үлкен молекулалардың, яғни май, нәруыз, көмірсулардың составында болғандықтан оларды біз макроэлементке технично жатқызбаймыз, негізі бірақ айта береміз да макроэлементте. То же самый күкірт себебі ол көбінесе именно амин қышқылдардың және де нәруыздардың ішінде болады көбінесе. Жақсы ма? Мысалға, цистеин мен метионин деген 20 амин қышқылдың именно осы екеуі іштерінде күкірт бар және де нәруыздар формасына келген кезде, оралып, вот сол кезде сол формасын жасауға бізде именно осы күкірт көмектеседі. Жақсы ма? И вот, алайда оны тоже макроэлемент деп айта берсек болады. Потом хлор бізде жаңа айтқан болатынбыз. Натрий хлор деген бізде ішіміздегі тұз, біздің ішкі орта негізі кішкене дәмі ашылу, потому что натрий хлор деген ол кәдімгі тұз, сенің тамаққа салатын тұзыңның формуласы осы натрий хлор. И вот осы хлор да біздің ішімізде бар, и ол тоже мына натрий сияқты осмостық қысымды реттеуге көмектеседі. Жақсы ма? Мына жерде көріп отырсаң, тоже хлорда да бізде ішінде жүрді жайлап, натриймен бірге жүреді көптісін. Сен миыңды алып, егер де бетіп сығып, суын ішетін болсаң, дәмі кішкене морской суға ұқсайтын болады, дәмі тұзды суға ұқсайтын болады. Потом еще хлор біздің асқазанымыздың ішіндегі тұзды қышқыл, соляная кислота. Асқазанымыздың ішіндегі қышқыл бар, осы сөл, вот осының составы ол бізде аш хлор. Яғни бұл жерде тоже хлор бар. Бұлардың барлығы бізде макроэлементтер. Қазір біз тағы бір моменттарды айтып кетейік. Мысалға, мына жерде макроэлементтердің кездесетін жерлері де осыған дейін айтқан болатынбыз АТФ деп, но бізде как раз АТФ, и бұл неге аденозин трифосфат, потому что мына жерде 1, 2, 3 фосфат тұр. И бұның ішінде фосфат та бар, көміртектер де бар, мына бұрыштарда бізде сутектерді көріп тұрсың, оттектерді көріп тұрсың, және де азотты көріп тұрсың. Окей, бұл бізде АТФ.
И қазір сен ДНК-ны жасайтын нуклеотидтерге қарайтын болсаң, мысалға мына нуклеотид бізде, олардың структуралары мына жаңағы осыған дейінгі айтқан АТФ-тан аумайды, алайда мына екі фосфорын алып тастайсың, міне тек қана бір фосфор қалады, и қалғандарын бәрі бірдей байқап отырсың. Қара, мына жердегі рибозасы, міне рибоза тұр бізде, тап сондай, и мына жердегі аденин или қалай, мына екі сақиналы молекулы, мына жерде тоже самое, екеуі бірдей. Яғни ДНК-ны жасайтын нуклеотидтер АТФ-тан аумайды, жасма, и олардың іштерінде тоже фосфор бар, көріп тұрсың, оттек бар, сутек бар, көміртек бар, азот бар. Хорошо? Бұлардың барлығы бізде макроэлементтері. Потом жаңағы айтқан екі амин қышқыл, метионин мен цистеин, іштерінде біз айттық күкірт бар деп та, СС. Жасма? Вот, мына жерден осылай таныса аласың көп затпен. Енді өсімдіктердің ішіндегі макроэлементтерге барайық. Өсімдіктердің ішіндегі макроэлементтер жануарлардан кішкене айырмашылық жасайды, алайда көбі бірдей. Кальций болды жаңа жануарларда, мысалға фосфор болды, калий болды, азот болмады жануарларда, кстати, магний болды, күкірт болды, и кремний болмады. И кеттік. Мына жерде бір единственный емес, ең маңызды айырмашылықты айтып кетейін. Жануарларда бізде өсімдіктерден қарағанда біздің ішіміздегі макроэлементтердің рөлі көбінесе бұлшық еттің жұмыс жасауына, сүйектердің жұмыс жасауына, да, мысалы жаңа айттық та, кальций мен фосфор деген сияқты. Потом импульстардың өтуіне, вот осы көбінесе осы үш функцияға внимание бөлінеді кәдімгідей, да, макроэлементтер көбінесе осылармен айналысады. Ал өсімдіктерде болса, көбінесе азот алмасу, фотосинтез и жасуша қабырғасын ұстап тұру, тұрақтандырып тұру. Вот осы үш функцияға назар аударылады көбінесе. Қазір өзіңде көре аласың. Осыған дейінгілерді қарап ал примерно, да, міне сүйек, осмостық баланс ішіндегі жүйкелердегі импульстардың өтуі, бұлшық еттердің нормальный жұмыс жасауы. Вот жануарлардағы макроэлементтер осы функциялардың айналасында жүрсе, өсімдіктерде бізде көбінесе фотосинтездің айналасында, азот алмасудың айналасында жүреді. Мысалға кальцийді қарайтын болсақ, допустим, жаңа айттық та, жасуша қабырғасы деп тоже. Кальций және де мына кремний деген, олар бізде жасуша қабырғасы бар ғой, өсімдіктердің целлюлозасы, вот солардың ішінде өте көп. И оларды бір-бірлеріне как цемент сияқты етіп бір-бірлеріне жабыстырып тұрады. Біз айттық қой, кальций қаттылық береді деп. Вот сол және де кремниймен бірлесіп екеуі жасушаның қабырғасына прям жақсы қаттылық береді. Потом фосфорға келетін болсақ, бұл тоже жануарлардағы сияқты нуклеин қышқылдарының АТФ-тің ішінде бар, да? Және де өсімдіктерде бұл тамыр жүйесінің өсуі үшін өте маңызды фосфор өсімдіктерде. Потом калий тоже біздегі сияқты осмостық қысымды реттеуге көмектеседі, және де калийдің өсімдіктердегі бір жақсы бір функциясы, мынау келіп қалуы мүмкін осындай нұсқа талдауларда болған сұрақтардың бірі. Бұл бізде лептесіктердің функциясын басқару. Лептесік деген жапырақтардың айналасында орналасатын есіктер. Сол есіктер арқылы бізде оттегі шығады, көмірқышқыл газы өсімдіктердің ішіне кіреді, және де ол жерден су шығады үйше бізде. Вот соның ашылып жабылуын, сол есіктің ашылып жабылуын бізде калий басқарады. Жасма? Потом азот бізде макроэлемент техничный жатпады, бірақ біз нәруіздің ішінде бар болғандықтан макроэлемент деп айтамыз деп айттық. Ал өсімдіктерде болса азот еще өздігінен жүре алады, жақсы ма? Типа нәруіздермен бірлесіп емес, именно ішінде емес, өздігінен де жүре береді осылайынан. И неге олай деп сұрақ қоятын болсаң, себебі өсімдіктер нәруізді именно немесе азотты біреуден жеп ала алмайды біз сияқты. Мысалға адамдар, біз нәруізді сиырларды болсын, жылқыны болсын, қойды болсын жеп аламыз. Да? Біз ауадан нәруізді тікелей сіңіре алмаймыз, біз топырақтан нәруізді ала алмаймыз. Ой, нәруізді деппін ғой, мына именно азотты. Ал жануарлар, допустим, сиырлар болса, олар ет жемесе де, олардың іштерінде бактериялар бар, оған нәруіз жасап беретін өсімдіктен, жеген өсімдіктерінен нәруіз жасап беретін бактериялар бар іштерінде. Нәруіз емес, именно амин қышқыл жасап береді. Ал өсімдіктерге кім жасап береді десең, сол нәруізді. Олар өздері жасайды. Олар іштеріне азотты алады, осындай жалаңаш күйінде. Потом осы азоттан нәруіз жасайды. И біз неге қазір именно нәруізға келіп қадалып қалдық? Потому что нәруіз ол тіршілікті ұстап тұрған ең басты молекула. Нәруіз деген ол бізде ферменттер. Фермент ол бізде любой реакцияны жүргізеді. Нәруіз деген ол вообще біздің денемізді түгелмен құрайтын заттар. Хорошо, сондықтан біз нәруізға келіп осылай қадалып қаламыз. Так, дальше, и мына жерде міне азот жасыл массасының өсуіне жауапты, жалпы өсімдіктің денесінің өсуіне жауапты. Азот осындай маңызды. Потому что бізде де солай ғой, да, біздің денеміздің өсуіне жауапты. И магний қазір біз хлорофилл деген затты естіген шығарсың, да, пигмент, именно светті өзіне, жарықты өзіне тартатын пигмент. Соның структурасын қарайтын болсаң, оларда азот бар тоже, азот бар бүйтіп, төрт жаны азот қоршап тұрады. Именно азоттар тағы да азоттарға байланысады. И оның ортасында мына жерде магний тұрады. Хлорофиллдің ортасында магний тұрады. Именно магний хлорофиллді жасайтын ең маңызды элемент. И, соответственно, фотосинтез процесі осы магниттің дефицитіне, немесе жетуіне, немесе жетіспеушілігіне байланысты. Хорошо? Потом күкірт то же самое, өсімдіктерде жануарлардағы сияқты бұл амин қышқылдарды, нәруіздарды жасауға көмектеседі. Как
біздегі болған сияқты. Кремний жаңа айттық та, бізде именно жасуша қабырғаларын нығайтады деп. Енді сразу өсімдіктердің микроэлементтерін айтып кетейік. Оларда темір бар. Жаңа біз айтқан болатынбыз, хлорофилл магнийдан жасалынады деп айттық. Вот как раз осы магнийдан хлорофиллдің жасауын шығарып салатын, яғни жүргізуге көмектесетін ол бізде темір. Сондықтан темір фотосинтезбен напрямую байланысты. И тағы да ұмытпа, макроэлемент пен микроэлементтер өсімдіктерде көбінесе фотосинтезға көмектеседі, азот алмасуына көмектеседі, және де жасуша қабырғаларының түзілуіне көмектеседі. Вот көбінесе осы үш функция. Мыс то же самое көрдің ғой да, міне фотосинтез бен азот алмасу үшін өте маңызды. Потом мырыш, көмірсулар алмасуына. И мынандай сұрақ келіп қалуы мүмкін тоже. Енді де болған бір заттардың бірі нұсқа талдауларда теңбіл ауруы именно. Теңбіл деген теңбіл болып қалады. Жапырақтары типа сары, жасыл, қоңыр деген сияқты неше түрлі түстерге боялып қалады. Ол аурудың белгісі. И теңбіл ауруы бізде именно мырыштың жетіспеушілігінен пайда болады. Хорошо? Марганец то же самое, фотосинтезға, азот алмасуына көмектеседі. Бор бізде жасуша қабырғаларының түзуіне көмектеседі. Мыналарды сен бір көз салып, кішкене жаттап алу керек болады енді болған. Жақсы ма? Бірақ бұлардан бір-екі сұрақ келеді точно. Окей? Точно деп айтпай ақ қояйын енді, бірақ келіп қалуы мүмкін, потому что қазір сен даже нұсқа талдауларды қарайтын болсаң да бір сұрақ табасың ішінен осы элементтерге байланысты. Окей? И молибден бізде, кстати, мына сұрақ тоже келеді, осы именно азот алмасуында бізде мысалы көп қой азот алмасуы, бірақ молибден особый роль ойнайды именно азот алмасуында, потому что бұл осы азот алмасуымен байланысты ферменттер бар, нитроредуктаза деген. Вот сол нитроредуктазалардың функциясы, белсенділігі осы молибденге байланысты. Хорошо? И еще азоттарды бізде түйінді өсімдіктер бар ғой, чечевицалар, горохтар, фасольдар, да, олардың іштерінде біз білеміз нәруз өте көп, потому что олардың тамырларында нәрузды болған амин қышқылдарын жасап беретін түйінді бактериялар бар. Вот осы түйінді бактериялардың осы азотты бекітіп, оларға амин қышқыл жасап беруін мына молибден тоже көмектеседі осы жерде. Хорошо? Вот сондықтан молибден бізде именно азот алмасу үшін өте маңызды. Осыны жаттап ал, молибден азот алмасу деп бірге жаттап ал. Потом хлор тоже бұларға керектеседі, су балансын реттейді, и еще фотолиз процесіне көмектеседі. Фотосинтезде екі кезең бар, бізде жарық кезеңі және де қараңғы кезең. Жарық кезеңі күн сәулесі арқылы болады. И сол кезде біз күн сәулесі арқылы суды H2O-ны екіге бөлеміз. Оттекке бөлеміз и сутекке бөлеміз. Вот осы процесті біз фотолиз деп атаймыз. И вот осы жерде бізге хлор көмектеседі. Жақсы ма? Никель көп жерде айтыла бермейді, бірақ азот пен көміртегінің алмасуына қатысады тоже. Байқадың ба? Азот, фотосинтез и жасуша қабырғасы. Вот көбінесе осындай осы үш заттың айналасында айналып жатыр. Мына микро-макро элементтер. Енді мынау бізде жануарлардың микроэлементтері, оны біз темір арқылы бастаймыз, да? Темір макроэлемент емес, тағы да айтайын, шатаспаңдар ертең алдағы уақытта. Бұл бізде микроэлемент, және де бұл эритроциттің ішіндегі оттегін тасымалдайтын гемоглобин бар. Потом біздің бұлшықеттеріміздегі оттегін сақтайтын миоглобин деген нәруз бар. Вот солардың басты компоненті деп айтсақ болады. Яғни оттегі тасымалдауында бізде именно осы темір роль атқарады. Потом мыс бізде меланин синтезіне қатысады. Жақсы ма? Типа сенде мыс көп болатын болса, сенің кожаның цветі кішкене қара болады деп елестете аласың, потому что меланиннің синтезін күшейтеді. Потом дәнекер ұлпасының түзілуіне қатысады еще, соединительный ткань. Мырыш, цинк. Қазір любой аптекаға барсаң, көбінесе осы элементті көресің. Цинк, анда цинк, мында цинк, рекламада цинк, телевизорда. Неге? Себебі бұл бізде ферменттардың функциясы үшін өте маңызды заттардың бірі. Кстати, ферменттардың функциясы демекші, егер де ферменттердің функциясын контролировать ететін макроэлемент деп айтатын болса, онда сен магний деп белгілейсің. Жақсы ма? Осыған дейін қарастырдық қой біз магнийді. Міне, магний бұл бізде ферменттерді белсендіруге қатысады. Жақсы ма? И цинк тоже қатысады, бірақ бірінші орында бізде магний. Жақсы ма? Так, марганец антиоксиданттық жүйелерді жұмыс істеуге. Антиоксидант деген, короче, біздің денемізге ұнамайтын, біздің денемізге зақым келтіретін оксидтар бар. Хорошо? Вот соларды бізге жою керек. И вот соларды жоюға бізге марганец көмектеседі. И сондай оксидтарды құртатындарды біз антиоксиданттар деп айтамыз. Селен тоже самый антиоксиданттық ферменттердің бөлігі болып саналынады. И еще бұл бізде қалқанша безі бар, оны мойнымыздағы, сол жердегі гормондардың шығуына көмектесетін элементтердің бірі. И мына қалқанша безі бұл қандай гормондар шығарады? Ол бізде тироксин және де трииодтиранин деген шығарады. И тироксинді біз басқаша Т4 дейміз, трииодтиранинді Т3 деп айтамыз. И мына Т3-тің ішінде бізде 3 иод бар, Т4-тің ішінде бізде 4 иод бар. Жақсы ма? Вот осы жерде иодтарды айтып кетсек болады. Қалқанша бездің гормондарының составында бар иод. Бұл да тоже бізде микроэлемент. Дальше кобальт, бұл бізде машина емес, бұл бізде B12 деген цианокобаламин деген витамин бар. Атын қарайтын болсаң, циано
кобаламин, яғни кобальт деген сөзі бар ішінде. И вот бұл витаминнің қазір интернетқа кіріп формуласын қарайтын болсаң, ішінде ко деп тұрады, ішінде кобальт, яғни осы витамин жасауға көмектеседі. И бұл витамин қазіргі уақытта көп адамдарда жетіспейді. Неге? Себебі кобальт топырақта өте аз, сондықтан өсімдіктерде де аз, и сондықтан жануарларда да аз, и сондықтан бізде де аз. Біз потому что өсімдіктерді жейміз, жануарларды жейміз, алайда олардың іштерінде кобальт өте аз, сондықтан оны қазір именно рекомендацияда сырттай жаңағы дәрі немесе витамин күйіне қабылдауға рекомендация беріледі. Неге маңызды? Себебі бұл гемопоэзге қатысады. Гемопоэз деген ол бізде эритроциттарды шығару, өндіру процесі. Яғни сенің қаныңдағы ең басты ауа тасымалдайтын жасушаларды шығаруға осы B12 деген дәрумен қатысады. И сол дәрумен бізде кобальттан тұрады. Жақсы ма? Гемопоэз. Бұл бізде жаңағы гемо деген қан, поэз деген точно білмеймін. Білмеймін. Гемопоэз деген бізде қанды өндіру, жақсы ма? Эритроциттарды өндіру. Потом фтор. Қазір сен туалетке барып, колгейт болсын немесе тіс шаятын зубный пасталарды қарайтын болсаң, сыртында мысалға мында формула с комплексом кальция и фторида деп жазылған. Фтор деген бізде көбінесе осы тіс эмаліне, сүйекке жалпы беріктілік беретін, оларды нығайтатын элемент. Жақсы ма? Кариестен қорғайды деп жазып қойған еще. Алайда соңғы кезде мен оқыған кейбір исследованияларда фтор IQ-мен байланысты деп айтылады. Ол керісінше біздің миымызға теріс әсерін береді екен. Жақсы ма? Сондықтан аузыңды немен шаятынды дұрыстап қарастырып қой, потому что фтордың деңгейі слишком көп болып кететін болса, видимо, біздің IQ-іміз түсіп кетеді екен. Ол шын зат. Өзің қарай аласың даже исследованияларда. Потом хром бар. Хром бізде ол тамақ жалғаннан кейін біздің қанымызда глюкозның деңгейі көтеріледі ғой. Сол глюкозның деңгейін түсіру үшін біз глюкоз көтеріліп кеткен кезде инсулин шығады да, сол глюкозның деңгейін түсіру үшін. Сол инсулиндерге деген сезімталдылықты жасушалардың, сол глюкозын сіңіріп алатын жасушалардың инсулинге деген сезімталдылығын көбейтеді мына хром. Яғни хром жетіспейтін болса, онда сенің денеңдегі глюкозның деңгейі нормальный болады. Ал хром дұрыс жетіспейтін болса, онда сенде глюкоз өсіп кетуі мүмкін. Глюкоз өсіп кетсе, ол бізде қант диабеті уже. Жақсы ма? Вот қант диабетінің алдын алуға мына хром көмектеседі. Хром бізде жұмыртқада көп. И қазіргі кезде то же самое жаңағы цинк сияқты көптеген адам осы хром пиканат па вроде бы сондай пищевой добавкаларды ішеді, сондай минералдарды ішеді өздері. Так, мына жаңағы біздің айтқан зоб деген ауру, да? Қазақшасын точно ұмытып қалдым, кешірім сұраймын. Комментарийға если что жазып кетемін. Зоб деген, мына жердегі біздің қалқанша безі, қызыл түспен, ол бізде жаңағы айтқан Т4, да, тироксин мен триодтиранин деген Т3 екі гормонды шығару керек. Алайда бізде йод жетіспегендіктен біз осы гормондарды шығара алмаймыз, и олардың деңгейі түсіп кетеді. Олардың деңгейі түсіп кеткенімен біздің миымыздан мына қалқанша безге қайта сигнал келеді. Жаса деп. Бізге Т3 керек, Т4 керек деп сигнал келе береді. И сигнал келе берген сайын мына қалқанша без өси береді. Потому что ми ойлайды, так қалқанша без дұрыс жұмыс істей алмай жатыр, давай мен оны өсіріп жіберейін дейді. И солайша мына қалқанша безді үлкен етіп өсіреді, но в любом случае бізде йод болмағандықтан біз мына екі гормонды шығара алмаймыз. И сондықтан кейбір адамдарда мына йодтың размері примерно почти бастарымен бірдей болып кетеді кейбір случайларда. Жақсы ма? Сондықтан йод өте маңызды. И йодты қайдан аласың? Көбінесе морской, именно теңіз тамақтарынан, мысалы теңіз орам жапырағы. Вот осындай жерлерден йодты сен ала аласың. Жақсы ма? Мынау біздің үйдегі футбол теріп алған сплатта, допустим, міне флюорид контент деп тұр. Оны жердегі массовая доля ион фтора 0,1% дейді. Вот фтор біз үшін өте маңызды. Өте маңызды, кішкентай деңгейі. Алайда көп деңгей болып кетсе бізге зиянды. Вот осыны айтқым келді. Так, енді сұрақтарға жауап беріп тастайық. Макроэлементі таңда дейді. Мына жерде көміртек болады, оттек болады и натрий болады. Хорошо, GeA. Фосфор қандай молекулалар құрамына кіреді? Жаңа глюкозаға бізге кіре ма? Глюкоза бізде CHO тек қана, ДНК-ға кіре ма? Я, кіреді. Целлюлозаға ол тоже бізде CHO. АТФ кіре ма? Аденозин трифосфат, да? Айтқан болатынбыз, кіреді. Май қышқылдары ол бізде тоже CHO тек қана. Фруктоза ол бізде тоже CHO, ол бізде көмірсу. Нәруыздар ол бізде CHON, да? Азот. Сондықтан оны жазбаймыз, тек қана екеуі. Мына CHO деген жазған түсініп жатсын деп ойлаймын. CHO деген көміртек, сутек, оттек, ол көбінесе майлар мен көмірсулар. Неге нәруыздарға именно N-ді қосып қойдым, потому что оларда бізде азот бар, ал мына АТФ пен ДНК-ларда оларда CHON и еще фосфор бар. Міне көрдіңіз, CHON фосфор бар. Міне фосфорды бізде сұрап жатыр, сондықтан БД болады ответі. Нуклеин қышқылдарының құрамында болады дейді. Нуклеин қышқылдарының құрамында целлюлоза ол бізде жасушаның өсімдіктердің жасушасының қабырғасы, ол жоқ. Гликоген ол біздің қоректі қор етіп жинайтын көмірсу, ол мышцаларда да, ол нуклеин қышқылдары, ешқандай қатынасы жоқ. Фосфор бар, хлорлы калий дейді, жоқ, ондай хлор бізде жоқ. Глюкоза жоқ, глюкоза
көміртегі, конечно, бар көміртегі. Гормондар жоқ, оттегі мен сутегі бар. Нуклеин қышқылдарын қазір есіңе түсіріп жіберетін болса, мынандай жаңа есінде болатын болса, мынау бізде пентоза, да, рибоза, дезоксирибоза деп атаймыз бұны, немесе мына жерде OH тұрады. Мысалға көрдіңіз бе, оттек пен сутек бар. Міне, потом мына бұрыштары бізде көміртектер. Сондықтан көміртек бар дейсің, міне көміртекті бар деп айттық. И мына жерде оларда оттек, и былайынан фосфор, оттек, міне фосфор бар. Хорошо? Но бізде потом мына жерде, допустим, аденин тұрады, немесе қандайларын білесің, тимин, цитозин, гуанин дегендері бар, да? Жасма, сондықтан CFH деп белгілейсің. Азот айналымы үшін қажет элемент қазір кері барайық артқа микроэлементтерге. Мына жерде так өсімдікте не бар еді? Молибденге келген кезде түйінді бактериялар азотты бекіту, мына жердегі азотты алмасуға қатысатын нитроредуктаз деп айтқан кезде біз молибденді айтқан болатынбыз. Азот алмасуы үшін өте маңызды деп. Сондықтан молибденді всегда азот алмасуға белгілейсің. Жақсы ма? Негізі марганец тоже қатысады, алайда ол второстепенный, ол екінші рөл ойнайды. Бізде бірінші орында молибден, именно азот айналымы үшін. И азот айналымы опять айтам, бұл өте маңызды өсімдіктер үшін, жақсы ма? Потому что өсімдіктер азотты немесе нәруызды бір жақтан барып жей алмайды. Ол біз бір жақтан барып жей салатын. Сондықтан бізге азот айналымы қатты маңызды емес. Ал өсімдіктер олар өздері жасайтын болғандықтан оларға азоттың айналымы өте маңызды. Өсімдік жапырақтарының теңбіл ауруына шалдығуы, теңбіл ауруы жаңа, помните? Жапырақтар сары, қоңыр, жасыл түс болып қалады деп, сол мырыштың азаюы деп айтқан болатынбыз. Ол е болады. Вот осымен бізде бітті сабақ. Келесі сабақта кездескенше, давай.